Енді біз қазір жиынымызды осындай елімізге танымал қоғам және мемлекеттік қайраткерлер сөздерінен бастап отырмыз. Арамызда тағы да бір осындай бір елге бұрыннан танымал, осы елдік мәселелерді халық атынан көтеріп жүрген батыл, парламентте жүргенде де және одан кейін парламенттен кеткеннен кейін де үлкен бір тұлғамыз бар. Енді Мұхтар ағамыздың оң қолы кезінде болған, сол жақсы көретін Мұқан өзі денсаулығына байланысты қатыса алмай отыр. Негізі Мұхтар ағаны да жиындарымызға әлі талай тартамыз, мазалаймыз. Енді сөз сұрап отыр Оразкүл Асанғазы. Қазір Орекеңе сөз берейік. Содан кейін Райхан Имахамбет, сол Ахмет Байтұрсынов музейін ұстап отырған, бұрыннан сол өз қаражатына десек те болады. Енді сол Райхан ханымға Орекеңнен кейін сөз береміз. Ореке, сөз сізде. Рахмет. Мынау барлықтарыңызды тілдер мерекесінің Ахаң туған күніне ауысқан 2017-тен бері қарай мынау алдын ала 150 жылдық мерейтойын қалай өткіземіз деп ақылдасу осындай кең өткізіп отырған сізге ереке үлкен рахмет, бәріміздің басымыз қосқан. Бұл үлкен бір жақсы ақылдасу деп ойлаймын. Жігіттердің айтқанның барлығына қосыламын. Жақсы іс-шара жасату керек және оны орындату керек. Енді менің айтайын дегенім, қанша біз білім ғылымға бермеңіз, бөлек агенттік құр дегенмен шамамыз келмеді. Тілді саясатын білім ғылымға берді. Енді бұл жерден біздің ұтатын нәрсеміз Ахаңның кешегі өзі отырып жасаған мынау әдістемесін балабақшадан бастап мектепке ендіру керек. Ахаңның айтқан нәрсесін мынау жаңа біз Кембриджден алып келдік. Кембридждіке бір бөлек, біздіке бір бөлек, ешқандай онымен оқытып. Қазір мен мынау әлеуметтік желіге шығарда біраз көмекшілер алдым. Журналистер болды, оның ішінде тіл мамандары болды. Сіздерге өтірік, маған шын қызыл дипломмен сол 2 оқу орнын бітірген студенттердің өзі қате жазады. Бұл неден келеді? Бұның барлығы біздің әдістеміз бір бөлек, әрпіміз бір бөлек. Ахаң соқырға таяқ ұстатқандай қылып айтады. Егер бір елдің әрпі бөлек болатын болса, оған екінші елдің әдістемесімен ол сабақты өтуге болмайды дейді. Сондықтан мынау жазатын ұсынысыңызда үкіметке біздің ең үлкен талап ететініміз, біз ешкімден Әбіш ағаның сөзімен айтсақ, ол кісі айтты ғой, бүкіл жер жаратылып су аққаннан бері қалған қазақтың істеген бір пара, Ахметтіке бір пара деп. Сондай керемет мұра қалдырған Ахаңның әдістемесін ысырып тастап, біз тіл мен әдебиетті Кембридждімен мақұл химияны оқытсын, физиканы оқытсын, ода шаруам жоқ. Ал енді қазақтың тілі мен әдебиетін Кембридж оқытуды тоқтат деп жазылды. Сөйтіп Ахаңның өзініке біз алғаш тәуелсіздік алған кезде бір үлкен халықаралық форум өткізді. Сонда мына Ресейдің академигі келіп айтты. Сіздер деді, оқытуда ананың, мынаның әдістемесін емес, өздеріңіздің терең тамырларыңыздан нәр алмасаңыздар, ол оқу болмайды деді. Айтқаны келді. Меған сенбесеңдер, қазір мектепте отырған баладан аласыңдар ма? Колледждегі баладан аласыңдар ма? Институттағы баладан. Әдебиеттен сөйлетіп көріңдер, қазақ тілінен жаздырып көріңдер. Барлық пән бір төбе, осы 2 пән бір төбе болып төмендеп кетті. Осының бәрі біздің біреудің әдістемесімен оқытқанымыз. Ахаңның соқырға таяқ ұстатқандай қылған өзінің әдістемесі бар. Бір жақтың сатылы оқыту әдістемесі бар. Оны оқып, сол тәуелсіздік алғалы бері қарай зерттеп жүрген біздің ғалым қызымыз бар, Нұрша Алжанбайқызы деген. Мен оны талай қолдап, мынау Астанадан бір мектепті алып беріп едім. Бірінен кейін бірі ауысқан басшылар сол мектептен ол ғалымды қуып жіберді. Мен қазір естіп отырмын, мен өзім Сарыағашта отырмын. Қазір Нұршамен сөйлесем, апай мені сыртымнан шығарып жіберді дейді. Енді Нұршаның шәкірттері керемет. Мен Нұршаның 3 шәкіртімен бірге Тілғазынада бірге жұмыс істедім. Бір сөзді қате жазбайды. Олардың құрған сөйлемінен ешқандай бір қателік таппайсың. Өйткені олар Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесімен оқыған. Егер біз қазақ тілін көтереміз десек,
мектепте отырған балаларымызды сауатты етіп шығарамыз десек, айналып кетейіндер, біз бәріміз бас болып, әйтеуір оқыту емес. Қазіргі қазақ тілін қарасаңыздар, оның ішіндегі жаңағы мысалдары, біресе географиядан, біресе биологиядан, біресе космостан ешқандай жоқ. Ахаң айтады, бәрі заңдылықпен болу керек дейді, сабақтас болу керек дейді. Бұл жерде я сабақтастық жоқ, я жүйелік жоқ. Бұл жерде не болу керек? Ахаң айтқан ұлттық мінез, ұлттық құндылық. Бірінші класста мынау құндылық келу керек, екінші класста мынау деп қазақ тілінің жаңағы берілетін материалдарының өзі қазақты тәрбиелетін материалдар болады да, ахаң бір мақаланы өткеннен кейін, мысалы, еңбек туралы мақала өтсе, 20 еңбек туралы мақалды жаттатады. Адамгершілік туралы мақала өтсе, қазақ тілінен талдап, сөйлемді талдаған кезде 20 мақал жаттатады. Мінекей сабақтастық деген. Сонда бала бір жағынан тіл үйренеді, бір жағынан адамгершілік тәрбие үйренеді, бір жағынан әдеби үйренеді. Біз қазір ахаңды сиырып тастағанбыз, Кембриджді әкеп қосқанбыз, не Кембридж емеспіз, не қазақ емеспіз. Әлгі балалардың орыс класына әкетіп жатқандардың маған айтатын осы. Сондықтан айналайын жігіттер, мынау әңгімелерің кәдімгі ел болатын азаматтардың. Содан кейін жаңа Мұханды шақырам деп отырсың. Менің ең үлкен бір өтінішім, мемлекеттік тіл қозғалысы, қазақ тілі қозғалысы дегенді қойыңдар. Кезінде Әбдуәли Хайдар мен Өмірзақ Айтбаевты әуежайдан күтіп алған әкімдер, әуежайдан, өйткені олар шындықты айтқан, шырылдатып, ұлтқа керекті айтқан. Мен жеке бастарының не екенін білмеймін, егер шындықты айтсақ шырылдап, оны тура айтатын болсақ, сондай беделдерің болады. Әлгі бір қазақ тілге бірнеше қоғамдық ұйымды құруды қояйық. Бәріміз бір кісідей бірігейік. Мынау әңгіме. Содан кейін біз барған кезге кигізген шапанын емес, берген сөзін емес, қалтамызға салған жол пұлына емес, біз осыны істейсің деп істетейік. Менің бірінші өтінішім, жаңағы балабақша мектептен бастап институтқа шейін қазақ тілі оқытылатын болсын, және қазақ тілі Ахмет Байтұрсыновтың ұсынған әдістемесімен, Міржақып Дулаттың сатылы кешендімен оны оқытатын мұғалімін дайындап, әрбір облыс орталығынан бір мектепті ашайық. Бір жылдан кейін сол балалармен мына балаларды салыстырайық. Сауаттылығы қандай, руханияттылығы қандай, рухы қандай. Мысалы, мен өз басым Нұршаның талай сабағына қатыстым. Нұршаның класында оқыған бала, ол ың мен ыңды, ың десең тілің таңдайыңа тиеді, ың десең тілің, солай оқытады. Басында оқыған кезінде қиын болғанмен, ол басын балталап ұрсаң да кейін ың мен ыңды шатастырмайтын болады. Міне бұл ахаңның әдістемесі. Менің бірінші ұсынысым, Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесімен оқулық жазылсын, балабақшадан институтқа шейін қазақ тілін бірінші курста оқытып, онан кейін тоқтатуды қойсын. Ол дәрігер келіп аурудың тарихын жазу үшін, ол медицинада ең соңғы курсқа шейін қазақ тілін оқу керек, жазу керек қазақша. Инженер оқу үшін институтта да оқу керек. Осының бағдарламасын жасатып, ахаңның әдістемесімен оқыту керек. Ол әдісті білетін мұғалімдер жеткілікті. Бірінші ұсынысым. Екінші ұсынысым, өзіңіз де тіл комитетінде болғанда, барлық министрлікте, барлық облыста тіл басқармалары болатын. Тілді ешкім сұрамағаннан кейін, әкімнен, премьер-министр мен президент сұрамағаннан кейін, кімді қысқартады? Өмірі басқарманың бастықтарын әкімдер шақырмайды, көрмейді тіл басқармалар. Ол кімді шақырады? Тұрғын үйдің басқармасын, жолдың басқармасын, судың басқармасын. Тілді ешкім сұрамағаннан кейін солай болады. Сөйтіп қысқарып, бір-екі облыста қасақалып, қамаса қалған жоқ. Соны орнына әкелу керек. Мысалы, білім ғылым министрі барлық білім басқармаларын өзіне қаратып алды. Сол сияқты бізде тіл басқармаларын өзіне қаратып алсын, және оларды орнына қою керек. Одан кейін жарнама туралы заң деп жатыр. Мен енді соңғысымен танысқан жоқпын. Бірақ мен Астанада жүрген кезде біз бір-ақ тілде жазғанбыз. Кенесары көшесі болды. Жеңіс көшесі, Денис көшесі деп екінші. Осыны бір тілде жазу керек. Нанның хлеб екенін кез келген жынды білетін уақыт болды. Сондықтан бір тілде нан дүкені.
сондай деп жазуды осыны қабылдату керек, осыны өткізу керек. 74% болды. 10% түркі тілдес қосаңыз 84, 1.350.000 славян тектес халық 2009 жылы санақта айтқан, мен қазақ тілін білем деп. Сонда кім үшін орысша жазып отырмыз? Осыны алып келу керек. Жарнаманы қадағалау керек. Полиция деген осы тіл басқармаларын орнына қойып, Ахаңның ең бір айтқаны осы жарнама туралы да жадыны қалыптастырады деп өте көп айтқаны бар. Сосын әкімдер мен министрлердің рейтингісіне қазақ тілін кіргізу керек. Одан қысқа дайындықты қалай сұраса, тұрғын үй баспанамен қамтамасыз етуді қалай сұраса, жолды қалай сұраса, тілді солай сұрау керек. Мысалы, мен Бәйдібек ауданында 5 жыл қызмет істеген кеңес одағының кезінде. 72 аудан болатын біз Қазақстанда. Бізге бір қағаз орысша келген емес, біз бір қағаз орысша жазған емеспіз. Қазір 98% қазақ тұратын Қызылордаңыз 2 тілде жазады. Өйткені экономика, қаржы министрі өліп қалса да олардан тек қазақша қағазды алмайды. Біз осыған қол жеткізуіміз керек. Анықтасын, қай облысқа тек қазақ тілінде бару керек, олардан тек қазақ тілін аласың деп. Басқа министрлікті білмеймін, олардан орысша сұрайтын экономика, қаржы министрлігін міндеттесін президент. Мінекей сонда жұмыс жүреді. Бәріне 100% өтпесек те облыстар бар өтуге дайын. Аудандар бар. 72 аудан болатын кеңес үкіметінің кезінде. Іс қағаз қазақша. Мінекей қолымды кеудеме қойып айтамын. Бір рет орысша қағаз бізге келген емес. Москвадан келген съездің, конференцияның қағазы бізге қазақша келеді. Кім аударды, онда менің шаруам жоқ. Мен қазақша жіберетін, менкен Алматыға, Мәскеуге кім аударып бергенде менің шаруам жоқ. Міне осыны жолға қоятын заңның ішінде жазылу керек. Мінекей осы бізде әкімдер, министрлер қазақша жазатындардың премьер-министр кезінде Тоқаевтың қол қойған қағазы бар. Бұрын орыс қазақ онда оларға 30% төленсін деген. Біз осында осы ненің ішінде алып келіп, тілді орнына қою үшін біз осы. Сосын менің енді мемлекеттік комиссия болатын, өзіңіз білетінсіз. Осы комиссия сиыр қоймышақтанып қазір жоқ. Судың да сұрауы бар дейді. 10 жерден заң қабылдаңыз. 10 жерден жарнама туралы заң қабылдасын. Егер де бір адам сұрап тұрмаса, кезінде мемлекеттік хатшы басқарды, Оралбай Әбдікәрімовтің кезінде, кімнің кезінде, Байгелдінің кезінде, одан кейін премьер-министр басқарды, қазір ау мен алуаппар жоғалды. Заң қабылданса да, жарнама туралы заң қабылданса да, сұрап отыратын мемлекеттік комиссияның орнына қойсын. Оған депутаттар, белсенділер мүше болатын. Осы жұмыстарды істеу керек. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, көп рахмет, Ореке. Бір өтініш, мына микрофондарыңызды өшіріп отырсаңыздар, өйткені кейде бір сөздер естіліп қалады. Көп рахмет, Ореке, өте маңызды мәселелерді көтердіңіз. Шынында да мына Ахаңның әдістемесіне көшетін уақыт келді. Біз бірнеше жыл бұрын Кембридж университетімен тығыз жұмыс істегенбіз. Сол жердегі Мейлвилл деген профессор, Хан деген профессорлар біздің жалпы мына жұмыс жүйемізді көріп таңғалған. Сіздерге мына шетелдің рейтингтері керегіне, өздеріңіздің ұлттық рейтингтеріңіз жоқ па? Ұлттық тіліңіз бар өздеріңіздің. Ол біздің тілдерге халықаралық рейтингтердің қатысы жоқ қой деп сөйтіп өздері таңғалған. Мына Кембридждің үлкен профессорлары. Сосын мына Ахаң ережелерін жалпы айтқанда, енді біз алфавитімізді, өзін әліпбиімізді қарапайым қазақ тілінде қанша дыбыс бар, сол әр дыбысты жеке таңбамен таңбалайды деген мәселені іске асыра алмай отырмыз. Одан кейін қазақ тілінде жоқ дыбыстарды қазақ әліпбиіне кіргізбейік деген мәселені шеше алмай отырған жағдайымыз бар. Өйткені біз шынында да дәл қазіргі кезде мына өзіміздің Ахаң сияқты ұлы тұлғалардың бүкіл ілімін бойымызға сіңірмесек, ары қарай ілгерілеуіміз мүмкін емес. Екінші мәселе өте маңызды көтердіңіз. Тіл комитеті бір министрліктің қарамағында болмау керек, кемінде президентке тікелей бағынатын жеке дербес ұйым болу керек. Өйткені тіл бәрінен жоғары, бәрінен үлкен.